Саламатсыздар ма? Мен аты жөнім Мишева Гүлмира. Мен Тарбағатай ауданы Ақжар ауылы Абай атындағы орта мектебінің информатика пәні мұғалімі. Бүгінгі келіп отырған мақсатымыз біз оқушылардың макеттерін, яғни жобаларын көрсету. Айта кетсек, Абай атамыздың 45 қара сөзін Arduino платформасының көмегімен, яғни бір кітапқа енгізіп отырмыз. Және де Абай атамыздың 180 жылдығына орай жасалған кітап. Бұл кітапты мысалы 4 батырманың көмегімен бассақ, Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік бе, жаман өткіздік бе. Осылай ары қарай 45 қара сөзін тыңдауға болады. Және де бұл жоба, инженерлік жоба, зағип жандарға деп арналған кітап, электрондық кітап. Бұл кітап өте қолайлы, интерфейсі өте қолайлы. Яғни жолда кетіп бара жатқан кез келген жолаушы осы аудио кітапты тыңдауға болады. Келесі жобамыз бұл зағип жандарға арналған көзі көрмейтін очки, яғни көзілдірік. Кез келген мысалы 30 сантиметр қашықтықта тұрған адамға, көз көрмейтін адамға алдыңызда кедергі бар деп мысалы хабарлайды. Сақтаныңыз, алдыңызда кедергі бар. Бұл жоба оқушылардың жоғары сынып оқушылардың жасаған жобасы, Arduino платформасының көмегімен жасалған өте қазір инклюзивті, яғни жасалған жоба деп айтуға болады. Рахмет.